Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Бұл сабақта біз сіздермен English plus 6 Students Book Unit 4 A Profile атты сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен танысып боламыз. Page 51, 51-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Және бүгінгі сабақта бізге атақты бір тұлға туралы мәтін берілген, сол мәтін бойынша бірнеше тапсырма орындап, және де өзіміз осындай мәтін құрастырып үйренеміз. Exercise 1. Read the text and answer the questions. Мәтінді оқып, төмендегі сұрақтарға жауап бер дейді. Сұрақтарға жауап беру үшін біз бірінші мәтінді оқып аударып аламыз. Бүгінгі біздің атақты тұлғамыз, яғни famous person, Daniel Craig. Daniel Craig, Craig's full name is Daniel Rotten Craig. Daniel Craig'тың толық есімі Daniel Rotten Craig. He was born on 2nd March 1968 in Chester, England. His average height 178 centimeter and slim. And he's got short blonde hair and blue eyes. Яғни ол Англияда Честер қаласында 1968 жылы 2 наурызда дүниеге келген. Ол орта бойлы, яғни 178 сантиметр екен бойы, және арық. Ол қысқа сары шашты және де көк көзді. He first started acting when he was 6 years old and he started professional training at the age of 16 when he joined the National Youth Theatre. Ол алғашқы өзінің рөлін 6 жасында ойнаған, және де ол кәсіби түрде 16 жасынан бастап жаттыққан арнайы ұлттық жастар театрында. He also trained at the Guildhall School of Music and Drama and he completed his training there in 1991. Ол сондай-ақ музыкалық Guildhall мектеп, музыка және драмаға арналған Guildhall мектебінде жаттыққан, және де ол өзінің жаттығуын 1991 жылы аяқтаған. His first film was The Power of One in 1991. Яғни оның алғашқы фильмі бір адамның күші деп аталады екен. 1992 жылы шыққан. One of his first big roles was in Lara Croft, Tomb Raider with Angelina Jolie. Және де оның алғашқы үлкен рөлі Лара Крофт фильмінде Анджелина Джолимен бірге ойнаған Том Райдердің несі екен, рөлі екен. He got the part of James Bond in 2005. Ол 2005 жылы Джеймс Бонд фильмде ойнаған. The first film, Casino Royale, was the huge hit and he won 3 British Acting Awards for it. Оның алғашқы фильмі Казино Рояль атты жаңағы үлкен құрметке хит болған, яғни ие болған. Ол сол фильмде ойнағаны үшін 3 британдық жүлде ұтып алған. He is also the voice of James Bond in video games. Ол сондай-ақ жаңағы видео ойындарда Джеймс Бондтың рөлін дыбыстайды екен. Now let's answer the questions. Енді сұрақтарға жауап береміз. Which paragraph is about Daniel Craig's career is general, which is about the awards and he won, and which is about personal details. Қай параграфта Дэниел Крейгтің карьерасы туралы, және де қай параграфта оның жеңістері туралы, және де қай параграфта өзінің жеке өзі туралы мәліметтер берілген ес. Былай жауап берсеңдер болады. Paragraph 2 is about his career in general. Paragraph 3 is about the things he won, and paragraph 1 is about personal details. The second, where was he born? Ол қайда туылды? In Chester, England. How tall is he? Ол қаншалықты ұзын? 1 meter 38 centimeter. Where did he train? Ол қайда жаттықты? He trained at the Guildhall School of Music and Drama. When did he start playing James Bond? Ол James Bond ойынын қашан ойнауды бастады? In 2005. Now exercise 2. Study the key phrases. Match the phrases with the 3 paragraphs in the model text. Then look at the text again and check. Төмендегі берілген сөйлемдер, яғни фразалар.
қай параграфта кездеседі, соны табуымыз керек. Және де ол фраза нені білдіреді? The first, his or her full name is, оның толық есімі, paragraph 1. The second, he, she trained at, ол қайда жаттықты, ол жаттықты, paragraph 2. He, she won in, ол ұтып алды, paragraph 3. The first, his, she's got hair and eyes, яғни оның шашы немесе көзін сипаттайтын сөйлем бізде paragraph 1 бірінші абзацта кездесті. The fifth, he, she was born on, ол туылды, paragraph 1. He, she first when he was 3 years old, ол жаңағы актерлікті бастады, paragraph 2. The seventh, he, she also won, ол сондай ұтып алды, paragraph 3, yes. Next, exercise 3. Read the rule and the examples, then choose the correct position for also in sentences 1 to 4. Сіздерге тапсырма төмендегі берген also сөзінің қолдануына байланысты ережені оқып, мысалдармен танысып, төмендегі сөйлемдерде қарамен берген сөздерден ереже бойынша дұрыс құралған сөз тіркесін табуымыз керек. Бұл жерде also сөзінің қолдануына байланысты ереже берілген. Also дегеніміз қазақша сондай-ақ деп аударылады. Яғни белгілі бір нәрсені айтатын болсақ, қосымша сондай-ақ деп айтсақ болады. For example, he is also the voice of James Bond in video games. Ол сондай-ақ James Bond видео ойындарында дыбыстайды, дыбысшы деп айтсақ болады. Ереже. Also comes after the verb to be. Also сөзі to be етістігінен кейін келеді екен. To be етістігі дегеніміз бұл am, is, are, және де оның өткен шақтағы формасы was, were. Ал енді басқа етістіктерге дейін келеді екен. Мысалы, мына жерде he is, yes, бұл to be етістігі болғандықтан кейін келіп тұр, ал train дегеніміз басқа етістік, негізгі етістік, оның оған дейін келеді. Енді осы ережеге сүйене отырып, үшінші жаттығуды орындайтын болсақ, he played the part of Hamlet. He also played Julius Caesar. Ол Гамлеттің бір бөлігін ойнады, және де сондай-ақ Джулиаста да ойнады. The second, he is good at singing. Ол ән айтуды жақсы. He is also good at dancing. Ол сондай-ақ билеуден де жақсы. The third, we visited London. Біз Лондонға бардық. We also went to Oxford. Біз сондай-ақ Оксфордқа да бардық. This fourth, his old video game was boring. Оның ескі видео ойыны ішпыстырарлық болды. It was also very easy. Ол сондай-ақ өте оңай болды дейді. Байқасаңыздар, to be етістігінен кейін қолданамыз. Was дегеніміз to be етістігінің өткен шақтағы формасы. Now exercise 4. Follow the steps in the writing guide. Төмендегі жоспарға сүйене отырып, бізде мындай атақты бір тұлға туралы қысқаша эссе жазу керек сіздер. Бұл жерде мысалға бізге Джим Керри берген екен. Мен Джим Керриге байланысты жаздым. Сіздер кез келген басқа да бір атақты тұлғаны алсаңыздар болады. Бұл өз еркілеріңізде. Jim Carrey's full name is James Ewan Carrey. James'тің толық есімі James Ewan Carrey екен. He was born on 17th January 1962 in Newmarket, Ontario, Canada. Ол Канадада Онтарио ауданында Ньюмаркет қаласында 1962 жылы 17 қаңтарда дүниеге келген. He is tall and slim and he's got dark hair and brown eyes. Ол бойы ұзын, және де арық, және де қара шашты, және де қоңыр көзді. At age 8, he began making faces before a mirror and discovered a talent for doing impressions. Yes? 8 жасынан бастап ол айнаның алдында тұрып, өзінің жаңағы бетімен әртүрлі ишаралар көрсетуді үйренген. Сөйтіп, сол жаңа өзінің талантын шығаратын, талантын зерттей бастаған. He first started acting when he was 15 years old as a comedian. Ол өзінің алғашқы рөлін 15 жасында жаңа комедия жанрында бастаған. His first film was Dumb and Dumber in 1994 and he won over 20 awards for acting comic performances. Оның алғашқы фильмі 1994 жылы шыққан. Ол осы жаңағы комедиялық жанрда түскен